Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бір керемет, пайдалы және тез оңай жасалынатын бетке арналған екі масканың түрімен бөлісетін боламын. Егер сіз бетіңізді қалай ағартамын, қара дақтардан қалай құтылсам болады, әжімді қалай кетіремін, бетімді өзінің табиғи сұлулығын қалай тез қалпына келтірудің жолын іздеп жүрген болсаңыздар, мен бүгін бөлісетін екі рецепті міндетті түрде жасап көріңіз. Себебі ол өте тез әсер етеді және жасалу жолы өте оңай. Ал сізге осындай тағы да басқа пайдалы ақпараттар қажет болса, ең алдымен менің каналыма подписка жасап, лайк қойып кетіңіз. Сол кезде менен жаңа видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал сіздің маған деген сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне астына жазып кетіңіз. Жауабын мен сізге видео ретінде беретін боламын. Және видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаймыз, себебі мен сіздермен арасында лайфхактармен бөлісіп отырамын. Ал енді біз маскамызға кірісейік. Ол үшін бізге не қажет деп ойланып отырған шығарсыздар. Бізге қажет бүгінгі ингредиент ол куркума. Куркума негізінде әр үйде міндетті түрде болу керек. Куркуманың адам ағзасына беретін пайдасының шегі жоқ деп айтуға болады. Мысал ретінде куркума сіз ішетін болсаңыз, ол иммунитетті өте жақсы көтереді, ішкі ағзадағы керек емес шлактарды тазалап, сіздің асқазаныңыз бен өт жолының жақсы жұмыс жасауына жақсы 100% септігі тиеді. Адамның ағзасындағы Т және Б лимфоциттарына жақсы сіңіп, біздің бетіміздің ағаруына, әжімнен құтылуына, ең маңыздысы дақтардан құтылуына жақсы септігі тиеді. Қазіргі таңда куркуманы тамақтан бөлек, судан бөлек бет күтіміне косметологтар және дәрумен жасайтын лабораторияда дәлелденіп жақсы ұсынуға тырысады. Егер сіз ол куркума жайлы ақпаратты көбірек іздеп оқитын болсаңыз, сіз түсінесіз куркуманың адамға деген пайдасының молдығын. Куркуманы пайдалануда ешқандай зияны жоқ. Яғни екіқабат, емізулі, жаңағы бетіңіз сезімтал, сондай адамдардың бәріне пайдалануға болады. Өйткені ол табиғи өсімдік. Ал біз енді масканы жасауға кірісейік. Ең бірінші маскаға бізге әрине міндетті түрде куркума қажет. Куркума біздің дүкендерде приправалардың сатылатын бөлімінде сатылады. Оның бағасы небәрі 200 теңге тұрады. Куркуманы құр өзін бетке жаға алмағандықтан үйде, егер сізде болса қаймақ, айран, йогурт, сондай бетке ешқандай зияны жоқ заттарға араластырып жағуға болады. Менің қазір үйде йогурт болғандықтан мен йогуртқа араластырып сізге жасап көрсетемін. Мен арнайы өзіме оны масканы жасап холодильникте сақтап отырамын. Осындай кішкене ыдысқа ең алдымен йогуртты аударып құйып аламыз. Йогуртты натуральный дейді ғой, яғни табиғи алған дұрысырақ. Енді менде ондай болған жоқ. Ал йогуртымызды көп емес қып салып алдық, өткені оның жарамдылық мезгілі холодильникте 1 аптаға дейін ғана ұстауға болады. Бұл масканы аптасына 3 рет жасасаңыз, пайдасы өте жақсы. Мысалы ретінде кешкісін жұмыстан келген екен бетіңізді жақсылап жуып алып, жатар алдында осыны бетіңізге жағып, жарты сағат ұстасаңыз, таңертеңгісін бетіңіз өте ылғалданған, тап-таза, жаңа әжімдерінің барлықтары мимический әжім дейді ғой, яғни майда әжімдердің кетіп, өзінің қалпына келе жатқанын сразу көретін боласыз. Міне 2 қасық йогурт салып алдым, енді үстіне 1 қасық куркума саламын. Енді йогурт пен куркуманы жақсылап араластырамыз. Ал біздің маскамыз дайын, оның массасы осындай қою болады. Бетіңізге маска ретінде таза жуылған бетке аптасына 3 рет жарты сағаттан ұстайсыз. Одан кейін жуып тастап, бетіңізге өзіңіздің жақсы көретін майыңызды міндетті түрде жағып қоясыз. Сіздерге лайфхак, таңертеңгісін
асқазанға, яғни таңертеңгі су ішетін кезде бір қасық куркуманы салып жіберсеңіз, оның құрамында антибактериалдық және противовирусный болғандықтан ол сіздің иммунитетіңізді көтеріп және де қабынудан құтқарады. Яғни асқазандағы жараларды, асқазандағы жағымсыз иістерден құтылуға көмектеседі және де иммунитетіңізді көтереді. Сол себепті күнделікті таңертеңгісін суға міндетті түрде куркуманы қосып ішіңіз. Балаларға да, ата-аналарыңызға да, апаларға да міндетті түрде беріңіз. Ал енді екінші маскамызға көшейік. Екінші маскамызда дәл солай оңай және тез жасалынады. Ал берер әсері өте керемет. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Екінші маска үшін бізге де міндетті түрде куркума қажет. Және айтып өткенде, егер сізде болса қаймақ, айран болмаса йогуртты пайдалануға болады. Менде қарапайым магазиндегі йогурт, негізінде мейлінше натуральный дейді, яғни табиғи йогуртты пайдаланған жөн. Енді менде ондай болған жоқ. Арнайы тағы да осындай менде банкалар бар. Осы банкаға холодильникте сақтау үшін салып қоямын. Міндетті түрде жасап болған маскаңызды бір апта сақтауға болады. Холодильникке салып қойыңыз, ашып кетпеу үшін. Дәл солай бірінші ең алдымен йогуртты салып аламыз. Йогуртымызды осылай салып аламыз. Мен өте көп мөлшерде жасамаймын. Егер сіз қаласаңыз, үйіңізде ата-апаңыз, мамаңыз болса, онда міндетті түрде көбірек жасап қойыңыз. Ал мен өзім жалғыз болғандықтан, маған осы мөлшер бір аптаға жетеді. Йогуртымыздың үстіне міндетті түрде куркуманы саламыз. Куркума бізге бір қасық жеткілікті. Мен уже үйренгеннен кейін көз мөлшерімен саламын. Бір шай қасық жеткілікті. Куркумамызды салып алды. Енді үшінші ингредиент, ол бізге керек кофе. Қарапайым кофе. Кофе біздің бетіміздегі жаңағы қызуды, жаңағыдай қабынуды, құрғатудың бәрін алдын алады. Кофенің де бетке берер пайдасы өте көп. Бір қасық жеткілікті. Ал енді жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз крем сияқты жұмсақ болу керек. Яғни кофе мен куркуманы йогуртта ерітіп аламыз. Сіздерге тағы да бір пайдалы лайфхак, ол кофе жайлы. Егер де сіздің ақшашыңыз болса, шашыңыз әлсіреп, жай, баяу өсетін болса, кофеден маска жасап көріңіз. О, кофе жақсы шаштың түсін қалпына келтіреді, және де шаштың тез өсуіне әсер береді. Сізге қызық болса, менің каналыма өтіп кіріп көріңіз. Мен ол жайлы видео рецепт түсірген болатынмын. Жасау жолы өте оңай. Ал біздің массамыз дайын. Ал енді бетімізге жағып көрсетейін. Қазір бетімді жақсылап жуып келдім. Кірпігім ғана қалды. Енді кірпікке жақпайтын болғандықтан жуған жоқпын. Шашымызды бірінші жинап алайық. Ыңғайлы болу үшін мен осындай кисточкамен әрдайым жағамын. Яғни осылай батырып алып, таза жуылған бетке көзге тимей айналасына жағып шығамын. Егер сіз кофе жаққаннан қорықсаңыз, бетім қызарып, бір аллергия не беру мүмкін десеңіз, онда бірінші масканы жасап көріңіз. Бірінші масканың ешқандай ағзаға, чувствительный бетке дейді ғой, зияны жоқ.
Ал мен бетіме масканы жағып қойдым. Енді жарты сағаттан кейін сумен жуамын. Аптасына 3 рет жағып, болғаннан кейін бетіме өзімнің жақсы көретін майымды жағып қоямын. Жаңа жасаған 2 маскамызды осылай аузын жауып, холодильникте 1 аптада ұстайтын боламын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Ол өте қолжетімді және шынымен де өте пайдалы. Сіздерге сәттілік.